Сәлем сұлу қыздар, майонезбен салат жасауға сіздерге тағы да бір идея. Дәмді салаттардың бірі, еще оңай жасалынатын салат десек те болады. Қайнатылған сиыр еті немесе осындай копченый тауықтың еті қажет болады бізге. Соны осындай ұзыншалап турап аламыз. Барлығын солай ұзыншалап турап шықтық тауықтың етін. Сосын бізге керегі қайнатылған жұмыртқа. Жұмыртқаны да ұзыншалап турап аламыз. Сосын бізге тұздалған қияр, яғни соленый огурцы қажет болады. Мұны да ұзыншалап тураймыз. Сосын свежий қияр. Мұны да дәл солай ұзыншалап, қатты ірі етпей турап шығамыз. Сосын салат жапырақтарын турап аламыз. Сосын бізге кукуруз қажет болады. Бізге керегі осы заттар ғана, өте тез жасалынатын салаттардың бірі. Майонезді өз қалауыңызша аз, көп қоса бересіздер. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырып, дастарханға ұсынамыз. Асыққан кезде салатқа тағы да бір идея, қандай салат жасаймын деп ойланып отқан болсаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын. Төменге пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Умида, астарыңыз дәмді болсын. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.